Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті көрермен. Біз бүгін дүйсенбінің таңында тағы бір жедел шығарылым жасап жатырмыз. Бүгін спикеріміз Алматыда өздеріңіз білетін, ерекше ынтамен көретін Мақсат Халық экономист. Қош келдіңіз, Мақсат мырза. Ассалаумағалейкум. Бүгін алдымен мынаны айтайық, жедел шығарылымның алғашқы себебі тақырыбы жаңа ғана Сергей мырзаның шетелдегі жаңағы экономист, Ресейдің Путиннің режимінен қашып кеткен азаматтың сұхбат шықты, ол айтты. Бүгін рубль үшін қара дүйсенбі, яки сегодня черный понедельник для рубля деді. Бұл ненің белгісі? Бұл деген сөз, Ресейдің рублі рекордтық дәрежеде құнсызданады. 100-дің үстіне шығады деген анық белгі, шынын айту керек. Өйткені бұған дейін әлі 100-ге дейін біз көрмедік, 100-ге өткенде жақындап барып біраз түсті. Ол енді сол орталық банктерінің Ресейдің жасап отырған интервенциясының нәтижесінде жүзеге асырылды деп айтуға негіз бар. Енді сол орталық банкке мүлдем қиын жағдай туып отыр, себебі соңғы жарияланған санкциялардың ішінде орталық банктың шетелдік активтеріне бұғаттау жасалынды. Орталық банктың қазір кешірім сұраймын, телефонымды авиарежимге қоя салайыншы, мазаламас ешкім. Орталық банктың 630 миллиард доллардай алтын валюталық резерв қоры болған Ресейдің. Бұл деген енді өте қомақты қаражат бай қараған кезде, сондықтан Ресейдің белгілі дәрежеде осы қиын жағдайларға дайындалғандығын айғақтатады. Бірақ енді осы 630 миллиард доллардың 56%-ы сол батыс мемлекеттерінің банктерінде орналасқан. Сол бірден уже бұғатталды деп айтуға негіз бар. Және де тағы да осы алтын резерв қорының өте көп бөлігі алтынмен сақталып тұр. Ол Ресей қазір алтынды тез арада, оның өтімділігі сондай жоғары болып тұрған жоқ. Ресейге санкциялар салынып тұр. Олар оны бірден долларға ештеңеге айырбасталып алатындай мүмкіндіктері қазір шектеулі. Сонымен 77%-ы бұған ешқандай жарамсыз болып қалды деп айтуға негіз бар. Тағы 14,2%-ы юаньмен сақталып тұр екен, ол Қытайда. Демек, соған ғана бір арқа сүйеп, бір сенім артып тұрғандай, бірақ та ол бәрібір Қытай мен Ресейдің арасындағы сауда қарым-қатынасы үшін ғана жасалынады, былай айтқан кезде. Сондықтан қиындықтар бар. Ресейдің өзінің қазіргі қолында осы бүкіл сыртқы резервтерінің, осы золотовалютный резервтерінің ішінде тек қана 8,8% ғана қолында тұр. Ол өте көп қаражат емес Ресейдің экономикасы үшін. Демек, рубльді қолдан ұстап тұруға ол қатты жете қоймас. Қатты жеткілікті деп айтуға негіз бар. Мүмкін әрекет жасайтын шығар, бірақ та демек рубль біраз дәрежеде құнсызданады деп айтуға негіз бар. Мақсат мырза, қараңыз, сіз айттыңыз, 70%-дан астамын 630 миллиард доллар жаңағы ұлттық қор секілді ғой енді біздің тілмен айтқан. Енді Еуропа, Америка бұғаттап тастады. Ол не деген сөз? Ресейдің ақшасын алып қоя ма олар? Әлде жаңағы қарапайым тілде айтқанда қоймада қажетсіз болып шыққан кеміріп жата ма? Ол былай айтқан кезде мұздатып қойды дейді, заморожен деп айтуға болады, бұғатталды деген сөз. Оны емденіп алмайды Еуропа, бірақ та осы жағдайлардың бәрі шешілгенге дейін ол ешқандай жаңағы Ресей де оны аламайды, ешкім де оны аламайды, ол тұрып қалады. Не өспейді де, ол активтер қатып қалады деген сөз. Бізде ұлттық қорымызда да сондай жағдай орын алған. Анатолий Стати дейтін молдавандық кәсіпкермен бір үлкен халықаралық соттар өткен кезде бізде ақш-та ұлттық қорымызға бұғаттау жүзеге асқан болатын. Ол деген сөз тұрып қалады. Үстінен не пайыздар да түспейді, ол көбеймейді де, жұмыс жасамай қатып қалады. Неке осындай әрекетке қазір бүкіл батыс елдері барып отыр. Енді қараңыз, бізде кейбір жаңа ақпараттық сайттар жазды, Ресей SWIFT системасынан жүйесінен өшірілді деді. Бірақ шын айтты айтқана, түбін қазып түсіндірген жоқ. Мен енді өте білікті экономист ретінде сізден сұрайыншы, SWIFT дегеніміз не? Одан өшіріліп қалу деген белгілі бір мемлекет үшін қандай қауіпке әкеледі? SWIFT дейтін жүйе бұл әлемнің бүкіл банктерінің қаржы жүйестерін қосатын ақпаратты жеткізудің ең жылдам әдісі.
кез келген мысалға біз Европадан бір тауар тапсырыс берген болсақ, біз сол Европаның орналасқан банкіне ақша жібереміз. Яғни компанияның сол банктегі шотына түседі ол ақша. Сосын банк растайды, осындай Қазақстаннан келіп бізге ақша түсті деп ақпарат жібереді. Соның нәтижесінде Европа сосын сол тауарды бізге жеткізіп беруге міндеттеледі. Мысалға осындай бір шартты түрде. Енді демек осы жылдам ақпарат алмасуы банктердің мінекей сіздің шотыңызға ақша келіп түсті деген ақпаратты жіберуі тоқтайды деген сөз. Бұл жүйеден Солтүстік Корея және де Иран мемлекеттері қазір алынған. Иран мемлекетіне бұл қатты әсерін, белгілі дәрежеде әсерін тигізді 2012 жылы. Кейін оны қайтадан 2014 жылы қосты да 2018-де қайтадан ажыратты. Бірақ Иран мемлекеті ол жаңағы әбден эмбаргоның ішінде өмір сүріп үйреніп қалған, қатты шетелдермен қарым-қатынасы Ресейдікіндей емес, сондықтан Иранға ол қатты әсерін тигізген жоқ. Ал енді Ресейдің қарым-қатынасы өте жоғары халықаралық. Өте көп бірлескен компаниялары бар шетелдерде, өте көп қарым-қатынасы үлкен импорт пен экспорт айырбастауы. Сондықтан да бұл Ресейдіге белгілі дәрежеде қиындық туғызады. Өйткені олар SWIFT тоқтатқаннан кейін, SWIFT енді бүкіл банктеріне бірақ салып отырған жоқ. Жаңағы алғашында 4 ірі банкіне санкция салынды. Енді сол тағы да бір 3-4 банк қосылды солардың қатарына. Енді сол банктерге қатысты SWIFT жүйесін тоқтатып отыр. Ол деген сөз, мысалға бізде Қазақстан болсын, басқа мемлекеттер болсын, Ресеймен тауар айналымында қазір енді біраз кедергілерге ұшыраймыз. Бірден ақпарат жеткізу, мінекей банктердің арасындағы ақпарат алмасуы тоқтайды деп айтуға негіз бар. Бірақ та енді Ресей оған өз жауабы ретінде айтып отыр. Біз баяғыда 2014 жылда осы Қырыммен болған кезде қиындықтарда біз өзіміздің ішкі осындай ақпарат жеткізу жүйемізді құрып қойғанбыз. Сондықтан да ол бізге қатты әсер етпейді деп мәлімдеме жасап отыр. Бірақ дегенмен ол ішкі жүйе үшін ғана. Бәрібір сыртқы қарым-қатынас үшін SWIFT-тің рөлі өте ерекше деп айтқым келеді. Енді бұлай түсіндіру керек, мәселен, бір ресейлік Сбербанктың карточкасымен, мысалы, Түркияға демалуға барса, ол карточкамен енді ештеңе төлей алмайды. Дұрыс айтып отырсыз. Демек, осы виза карталар және мастер карталар, оның барлығы сол әлемдік қаржылық жүйесінің элементтері. Енді олардың бәрі бұғатталады деген сөз. Карточкалық аударымдар, шетелге барып соны қолдану, әсіресе сол ірі банктерге салынып отыр. Сол ірі банктердің шотынан ақшаны шешіп алу деген процестер енді болмайды деген сөз. Демек, көптеген азаматтар үшін өте үлкен қиындыққа тап болайын деп тұр. Олар ол ақшаны қолма-қол ұстап жүру керек. Болмаса, жаңағы өзге банктерге аудару керек. Енді мына нәрсе, біздің елімізде де ресейлік банктердің, оның ішінде мен қателеспесем, Сбербанктың клиенттік базасы үлкен. Біз енді Ресейде тұрмаймыз, біздің жазығымыз жоқ. Біздің халық не істейді? Олар да осы шектеуге түсе ме? Бірден айту керек, егер де қазірдің өзінде біз көріп отырмыз, осы Сбербанк болсын, ВТБ банк үлкен қаржылық қиындықтарға тап болып отыр. Ол біздің елде еншілес компаниясы, ол да жанама түрде әсерін тигізеді. Ол біздегі инвесторлардың өзі қазірдің өзінде мен сенімдімін, егер Сбербанктегі шоттары болса, оны ақырындап көшіріп жатыр отандық басқа банктерге. Сондықтан да бірден айтқым келеді, егер де осындай банктерде тағы сіздердің қандай бір депозиттік басқа да бір шоттарыңыз болса, онда ақырындап оны көшіріп алу керек басқа банктерге. Қиындықтарға тап болмас үшін. Жақсы. Бүгін рубльдің тарихи құлдырауы болады деді. Осы тұрғыда осыны айтқан кезде сіздер экономистер үнемі ал Қазақстанның экономикасы не болады деген тақырыпты сұрамаса да айта кетесіздер. Біз неменеге уайымдауымыз керек оған? Рубль егер 100-ның үстіне құласа, ол түсінікті жағдай теңгеге де әсерін тигізеді. Біздегі қазірдің өзінде айту керек, қор нарығы осы жағдайды біліп отыр, қиын болатынын. Қазір 9:30-да ашылу керек еді, қор нарығы бізде оны 3 сағат 3-ке қарай шегеріпті. Түстен кейін бірақ ашайын деп отыр. Оның бәрі осы қатты қазір үлкен волатильность дейді, жаңағы бір есе көтеру қатты орын алайын деп тұр. Сондықтан да теңгені қатты жаңағы шоктан сақтап қалудың амалы деп есептеймін. Әйтпесе қазірдің өзінде біз көруші едік, сізбен осы сөйлесіп отырған кездің өзінде қазір Ресейдің банктері рубльді $100 үстіне сатып жатыр деп мен сенімдімін. Ал енді $100 100 рубльдан.
енді оның үстіне шығып кетпесек, 120 болуы да мүмкін деп айтып жатыр. Ондай жағдайда әрине ол бірден теңгеге де әсерін тигізеді. Біздің қор нарықтарында да ол теңгеміздің құлдырауына, артынан тартып кетуіне септігін тигізейін деп отыр. Бірақ енді біздің ұлттық банк бәріне дайын екенін айтып отыр. Өткен аптада 170 миллион доллардан астам қаражатта интервенция жасадық деп отыр. Әрине ол әлде де көп көлемдегі қаражат емес, әлі миллиард долларға жетіп қалған жоқпыз. Бірақ дегенмен, егер касса ашық болып ұлттық банк интервенциямен кіретін болса, бүгін мысалға миллиардтарды жағатын еді деп есептеймін. Сондықтан да оны ұстап тұра алмайды. Сол себептен де қазір кассаның ашылуын түстен кейінгі уақытқа шегеріп жатыр деп ұйғарамын. Демек, қазір теңге сіздің ойыңызша 500-ден әлдеқайда асып кетуі мүмкін ғой, дәл қазір ашылса? Иә. Жоқ дегенде ол 540 болайын деп тұр ғой. Қараңыз енді. Қазір аша алмай отырмыз, ашсақ теңге жаңағы сіз айтқандай кемі 540-қа кетіп қалайын деп отыр. Ашпайық десек, мына жақта рубль құлдырап жатыр. Оны интервенция жасап, бағаны ұстап тұрайық десек, бізде ұлттық қордың өзі жеп жіберуіміз мүмкін бұдан. Иә. Бұған Мақсат Қалдық сияқты экономистер, біздегі министрлер бас қатырсын. Ал мен секілді қарапайым адамдар, біз неге бұған бас қатырып уайымдауымыз керек? Теңгенің ойнап атқан, рубльдің ойнап атқан менің өміріме не шатағы бар бұның? Бұның әрине үлкен байланысы бар. Бізде енді көбінесе билік өкілдері айтады, доллар өсіп жатса, одан не қиналасыздар? Сіздер бәрібір доллармен ешқандай ақша қарым-қатынасын жүргізбейсіздер ғой. Сіздер теңгемен ақша аласыздар. Бүкіл негізгі азық-түлік, нан болсын, басқа болсын, теңгемен сатып аласыздар. Не үшін сіздер қатты оған уайымдайсыздар деген мәселені айтады. Бірақ та бұл жерде үлкен маңызды мәселе бар. Теңгеміз қатты әлсірейтін болса, оның артынан үлкен инфляция жүреді. Ақшаның құнсыздануы орын алады. Біз оны осы тарихтағы соңғы болған девальвациялардан айқын көріп отырмыз. Қатты секіру процесі болып девальвацияланып жатса, теңгеміз құнсызданып, долларға қатысты бірден инфляцияда бірден қарқынды сипат ала бастайды. Ол әрине бірінші кезекте импорттан келетін тауарлар қымбаттайды. Жарайды, техниканы қазір алмай тұрақ қояйық деп десек те, біз білеміз, мысалға қазір құрылыс материалдарының көп бөлігі мысалға шетелден тасымалданады. Ол деген сөз үй қымбаттайды деген сөз, бәрі көп дүниелер. Одан кейін бір маңызды мәселе бар. Бұл жерде әрине бізде де өз құлқынданы ойлайтын кейбір кәсіпкерлер де бар. Ол мейлі шетелден алып келмесе де доллар қымбаттап жатыр деп, олар да өзінің тауарын өсіретіні бар, осындай спекулятивсіз жағдайды пайдаланып. Оның бәрі әрине біздің азаматтарымызға, әсіресе олардың төлем қабілеттілігіне кері әсер ететіні бар. Біз қазірдің өзінде көріп отырмыз, президентіміз үкіметке нақты тапсырма берді. Халықтың табысын арттыру бойынша нақты жоспарды бізге беріңдер, көрсетіңдер деп отыр. Әлі үкімет оны көрсеткен жоқ. Қалай жүзеге асыратын? Демек, мінекей көктем басталып жатыр былай қараған кезде. Көктемден бастап, егер азаматтарымыздың табысы өсіп жатқанын сезілмейтін болса, ана жақта тағы да қымбатшылық келіп ұратын болса, онда азаматтарымыздың жағдайы қандай болады? Мен осы үшін алаңдаймын. Енді мына сауал. Кеше мен белгілі бір банктегі кішкентай ғана депозитінің бір бөлігін күнделікті азық-түлік алу үшін аударайын дегенім. Аудардым, бірақ аудармай тұрып маған шықты. Нартай Аралбаевич, сіз қазір аударсаңыз мемлекет беретін 10%-ық жаңа депозиттің үстіндегі қаражаттан айырылып қалуыңыз мүмкін деді. Мен бердім деп басып жібердім. Мен неден айырылдым? Мемлекет не бермек, не үшін бермек? Бізде ұлттық банк осы кешегідегі теңгеміздің құнсыздануына байланысты нақты тактикалық шешімдер қабылдады. Бірінші сол интервенция жасап жатыр. Екінші сол базалық пайыздық мөлшерлемені 13,5%-ға көбейтті. Демек, депозиттердің пайыздары өседі деген сөз. Қазір біз 9-10% жылына депозиттен табыстылық көріп отырсақ, енді ол кемі 13%-ға барады, 15%-ға дейін өседі. Демек, жылдың соңына дейін сіздің жинақтарыңыз үстіне 15% тағы да сыйақы түседі банк тарапынан. Одан бөлек мемлекеттік кепілдік дегенді қойып отыр, үстінен тағы 10% қосып береміз деп отыр. Сіздер теңгені шешіп алмас үшін. Теңгені шешіп алып, көп азаматтар кәрі долларды сатып алып жатыр. Сондықтан сөйтіп қолдан одан ары долларға дейін сұранысты арттырып, одан ары құнсыздандырып жібермес үшін теңгемізді осындай қадам жасалып отыр. Бірақ жаңағы ескерту, енді егер сіз шешіп алған болсаңыз, онда мемлекеттің үстінен қоятын тағы 10%-нан қағылып отырсыз. Ол жердегі талап сол болатын, жылдың соңына дейін ол депозиттегі теңгелік депозитіңізге тимесеңіз ғана мемлекет үстінен 10% қосып береді деген. Демек,
айтқанда амалсыз барып отыр ғой бұл қадамға. Иә, бұл ұлттық банктың нақты іс-шаралары жасалып отырған. Ұлттық банк енді қолынан келген дүниені жасауға тырысып жатыр. Бірақ енді бұл жерде бізге үкіметтің жұмысы керек. Теңгеміз құнды болсын десек, импортқа тәуелділікті азайту керек. Соның ішіндегі импорттан келетін тауарлардың орын алмастыратын қарапайым заттардың өзін ең болмаса өзімізде шығару үшін завод фабрикаларды құру керек. Мінекей тез арадағы осындай жұмыстар ғана, үкіметтің нақты шешімдері ғана біздің теңгемізге ұзақ мерзімде кішкене болса да құн береді. Ал ол болмаса ұлттық банктың қазір тактикалық шешімдерінен одан да пайда жоқ. Өйткені ұлттық банк 2014-15 жылдарда 35 миллиард долларды бір жақты, ал егер де осы өткен пандемия басталған кездің өзінде 1,5 миллиард доллар жағылды, қазірдің өзінде міне 200 миллион долларға жақындап қалды ғой, бірақ 1 миллиардтан асып кетсе, ұлттық банкты ертең ешкім кешірмейді, айтады, сіз келешек ұрпақ үшін арналған қорды не үшін жағып жатырсыз, теңгені ұстап тұрып? Болмайды деген мәселе қойылады. Ол деген сөз екінші жағынан теңгені де еркін айналымға жіберіп қалуы да мүмкін, егер интервенция арқылы ұстап тұруға күші жетпесе. Жақсы, енді онда былай мына қарапайым сұрақты қояйын, қысқа жауап берсеңіз. Еркін айналымға жіберіп, жарай теңге 540-600 болып кетті деген. Соған сәйкес келетіндей қылып халықтың табысы көбейсін деп ақшаны көбірек басып жіберсек не болады? Ақшаны басып жіберу арқылы ғана көтеруге болмайды. Егер процесс олай жүретін болса, онда ақша массасы артып кетеді, экономикада өзі баланс болу керек, өндірілген тауар көлемі мен ақша массасының арасында. Егер ақша массасы ұлғайып кетсе, онда үлкен құнсыздану болады. Инфляция гиперинфляцияға өтуі мүмкін. Ол деген сөз, біз қазір 100 теңгеге бір нан алатын болсақ, ол нанымыздың құны ертең 100 мың теңгеге дейін өсуі мүмкін, егер қатты шарықтап кетсе. Сондықтан да ондай қадамға баруға болмайды. Бұл жерде үкімет не істеу керек? Бұл жерде үкімет бар, осы ақша резерв бар, ол резервті осы валютаны ұстап тұру үшін құртпау керек. Ол резервті керісінше завод ашуға, фабрика ашуға, өзіміздің іште мемлекетте ақшаны барынша қалдыруға тырысу керек. Қазір енді былай қарасақ, үлкен бір кризистік жағдайда тұрмыз. Бұндай кезде мемлекет жол салу керек. Бұндай кезде құрылыс компанияларындағы құрылыс материалдарын бәрін өзімізде шығаруға күш салу керек. Сөйтіп құрылыстарды жандандыру керек. Сол кезде жаңа жұмыс орындары ашылады, жаңа объектілер құрылады. Және де осы айналымдағы ақша кәдімгі мемлекеттің ішінде айналымда жүреді. Ал түсінікті жағдай, осындай қиын сәттерде азаматтарымыз көбінесе жинақтауға өтеді. Жаңағы доллар сатып алады, немесе басқа алтын сатып алып қояды, әйтеуір осы жинақтарын құртылып қалмасыншы деген позицияда. Ал енді ондай кезде ақша айналым болмаса, экономика вообще тұрып қалады. Сол үшін, ондай болмас үшін мемлекеттің негізгі міндеті осы ақшаны ұлттық қордан мемлекет ақшаны салу керек ел экономикаға. Және де жаңа осындай құрылыс объектілері салынса, жаңа үйлер салынып жатса, ол жерде жаңа жұмыс орындары ашылады, азаматтарымыз жұмысқа тұрады, әрбір отбасыға ақша түседі. Әрбір отбасыда табыс кіргеннен кейін баланың күлкісі оянады, азаматтардың көңіл күйі жақсарады. Ондай кезде экономикада тез дами бастайды. Мінекей үкіметтің қазіргі функциясы осы мәселені барынша қолға алу болып табылады. Үкіметке енді қарапайым халықтың аз-маз қалтасында бар ақшаны шығарудың жолын айтып бердіңіз ғой, жарайды. Енді мен сізге нақты сұрақ қояйын, экономист ретінде. Бүгін рубль үшін қаралы дүйсенбі деді әлемдегі экономисттер. Енді мына нәрсе. Бұл Ресей билігінің, Ресей мемлекетінің һәм Ресей экономикасының ақыры ма, бітті? Обратный отчет кетті ма? Ақыры деп әлі айта алмаймыз. Себебі әлі де болса да келіссөздердің жүріп жатқаны бар, саяси тұрғыдан қарасаңыз. Бірақ та рубль, мынау қор биржасы Ресейдің уже жұмыс істеудің үлкен бір шегіне келіп жетті деп айтуға негіз бар. Және де рубль рекордтық дәрежеде қатты құнсызданады. Бірақ тұтастай Ресей экономикасы толығымен жоқ болып кетеді деп айтуға негіз жоқ. Ол Ресей бәрібір әйтеуір ішкі өндірісі бар, басқасы бар, өздерінің сол арқылы ақырын әйтеуір күнін көре алады негізінде, әлде де болса. Бірақ та бұл қазіргі жағдай Ресей рубльіне деген үлкен соққы деп айтуға негіз бар. Бірақ Ресейдің халқы онсыз да кедейшілік одан да үдей түседі ғой. Иә. Одан да үдей түседі. Оның негізгі көрсеткіші сол рубльдің құнсыздануынан жүзеге асады. Азаматтар ұлттық төл валютаның құнсыздануының ең қиын жері азаматтарда
төлем қабілеттіліктерін нашарлайды, өмір сүру сапасын нашарлайды, кедейшілік жайлайды. Мінекей осындай сценарий Ресейді күтіп тұр деп айтуға негіз бар. Жақсы, рахмет Мақсат мырза. Жақсы, аман болың. Еліміз аман болсын. Әумин. Жақсы.